Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай творожный пирогты жасап көрсететін боламын. Бізге керегі ұн, сары май, қант, қопсытқыш және ванильный сахар. Маған қанша кеткенін видеоның астында қалдыратын боламын. Бірінші осылай сары майымызды алып, сары майымыз тоңазытқышта тұру керек. Және осылай үткіштен өткіземіз. Ұнға малып, осылай ақырындап барлығын өткізіп аламыз. Сосын осылай қолымызбен біріктіріп аламыз. Біріккенше осылай қолымызбен жасай береміз. Міне қамырымыз бірігіп болды. Үстіне ванильный сахар, қопсытқышымызды және қантымызды салып, тағы да қолымызбен осылай жасап аламыз. Енді формамызға салып аламыз. Формамызға барлығын салмаймыз. Осылай жартысын салып, кішкене бөлігін үстіне сепкенге алып қоямыз. Міне осылай қолымызбен осылай жасап шығамыз. Менде форма 39-24, қалаған формаға жасай беруге болады. Ортасына салғанға 500 грамм творогқа 4 жұмыртқаны салып, 1 пиала қантымызды саламыз және ванильный сахар саламыз. Ванильный сахар міндетті емес. Міне осылай қасықпен біркелкі болғанша араластырып қоямыз. Міне осындай болып шығады. Барлығын салып, осылай қасықпен жайып шығамыз. Бұл пирогымыз өте оңай, миксерде қажет етпейді, барлығы қолмен жасалады. Міне қалған қамырымызды осылай бетіне сеуіп шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Міне барлығын салып болғаннан кейін пешімізге салып 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын, өте жұмсақ және нәзік болып шығады. Бұл пирогты қайта-қайта жасай бересіздер, себебі бұл пирог балдарыңызға және өзіңізге де қатты ұнайтынына сенімдімін. Себебі менің барлық отбасыма және туған туыстарыма барлығына қатты ұнайды. Осылай жасап, жақындарыңызды қуанта беріңіздер. Ал маған тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Зарина.